Бүгінгі сабақтың тақырыбы жасушалық цикл. Жасушаның бөлінуі арқылы пайда болуынан бастап, өзіндік бөлінуіне немесе жойылуына дейінгі аралық жасушалық цикл деп аталады. Бұл кезең екіге бөлінеді. Интерфаза, яғни бөлінуге даярлық, және митоз, яғни бөліну үдерісі. Интерфаза кезеңінде жасуша өсіп, келесі бөлінуге дайындалады. Бұл кезең жасушалық циклдің шамамен 80%-ын құрайды, және репликация, яғни ДНК молекуласының екі еселенуі осы кезеңде орын алады. Репликация болмаса, жасушалар бірнеше ұрпақтан кейін көбейе алмайтын еді. Себебі хромосома саны жеткіліксіз болады. Сонымен қатар репликация арқылы хромосомалар екі еселеніп, жасуша бөлінуге қажетті қорларды жинақтайды. Және де интерфаза кезеңдері бөлінеді, яғни G1, S және G2 кезеңдері деп. G1 кезеңі бұл бізде жасушалық өсу кезеңі. Жаңа жасуша өскен кезде органоидтер қалыпты санына келіп, өсу үдерісі жалғасады. S кезеңі бұл синтетикалық кезең. Мұнда ДНК синтезі жүреді, яғни хромосомалар екі еселенеді. Әрбір хромосома екі хроматидадан тұрады. Олар центромера арқылы қосылған, сонымен қатар ферменттер, АТФ және басқа маңызды заттарды синтезделеді. Одан кейін G2 кезеңі бізде жасушаның бөлінуге дайындалу кезеңі. Бұл кезеңде бөлінуге қажетті құрылымдар қалыптасады. Яғни жасушаның көлемі ұлғайып, жетілу процесі бізде жалғасады. Одан кейін кейбір кезде болатын G0 кезеңі. Бұл жасушалық циклде пайда болатын кезең, яғни кей уақыттарда ғана пайда болады. Бұл кезеңде жасуша бөлінуді уақытша тоқтатады және ұзақ уақыт бойы тыныштық күйде болуы мүмкін. Жағдайлар өсімдіктердің тұқымдары мен анабиоз күйіндегі жануарлар жасушаларында кездеседі. Және жасушалар осы кезеңде белсенділік көрсетпейді, бірақ қажет болған жағдайда қайтадан белсенді бола алады. Жасушаның бөлінуі жалпы үш түрі бар: митоз, мейоз және амитоз. Митоз дегеніміз бізде дене жасушаларының бөлінуі, мейоз дегеніміз жыныс жасушаларының бөлінуі, ал амитоз деген қарапайымдылардың тікелей бөлінуі болып табылады. Митоз бұл бізде жасушалардың көбеюінің ең негізгі әдісі. Оның нәтижесінде бір бастапқы жасушадан екі жас жасуша түзіледі, және оларда хромосома жиынтығы өзгеріссіз қалады. Яғни митоз кезіндегі жасуша өзіне ұқсас екі жасуша түзу арқылы хромосома жиынтығын сақтап қалады. Бұл үдеріс сомалық, яғни дене жасушаларында жүзеге асады. Ал бір жасушалы ағзалар үшін бұл негізгі көбею әдісі болып табылады. Және бізде митоздың фазалары бар. Оның біріншісі бізде профаза. Профаза хромосомалар жіпшелерге оралып айқын көрінеді, ядрошық жойылады, ахроматин жіпшелері түзіледі. Яғни бұл кезеңде, бұл фазада ядро көлемі үлкейіп, хромосомалар ширатылып бастайды. Бұл кезде хромосома жіпшелерінің өз осінде шиыршықталып бұратылуының салдарынан хромосомалар қысқарып жуандайды. Әрбір хромосома екі жіпшеден тұрады, ядрошық жойылады бұл кезде. Одан кейін бізде метафаза. Метафазада хромосомалардың ширатылуы күшейіп, полюстерден бірдей қашықтықта орналасқан қысқарған хромосомалар жасуша экваторына бағытталады. Бөліну ұршығының түзілуі аяқталады. Және метафаза кезінде хромосомалар анық көрінеді. Одан кейін бізде анафаза. Анафазада ахроматин жіпшелеріне бекінген хроматидтер бір-бірінен ажырап, жеке хромосомаларға айналады. Пайда болған жас хромосомалар жасушаның полюстеріне қарай ығысады. Сонымен интерфаза кезеңінде екі еселенген хромосомалар анафазада хроматидтерге ажырап, жасушаның полюстеріне тартылады. Одан кейін бізде соңғы фаза телофаза болып табылады. Телофаза митоздың соңғы сатысы. Телофаза кезінде хромосомалардың қозғалуы аяқталады, ядроштар пайда болады. Жасушаның қарама-қарсы полюсінде жаңа пайда болған хромосомалардың сыртынан ядролық қабық түзіледі. Кариокинез аяқталады. Жаңа ядролардың қайта құрылуымен қатар цитоплазма жасуша денешіктеріне тартылып, бөліну арқылы цитокинез процесі жүзеге асады. Және одан кейін бізде митоз процесі жасушаның өсуі және дамуы барысындағы маңызды кезең болып табылады. Және аналық жасушадағы генетикалық материал жаңа жас жасушаларға тең бөлінеді. Жаңа жас жасушаларда бізде хромосомалар саны аналық жасушадағы хромосомалар санына сәйкес келеді. Яғни басында аналық жасушада қанша хромосома болды, өзгеріссіз дәл солай жаңа жасушаларда да сонша хромосома саны болады. Егер митоз процесі бұзылатын болса, хромосомалар санының ауытқуы мүмкін, саны артуы мүмкін, немесе кемуі мүмкін. Хромосомалар санының ауытқуына байланысты жасуша үлкен өзгеріске ұшырайды, тіршілігін жояды, немесе мутацияға ұшырайды. Митоздың ұзақтығы әртүрлі болуы мүмкін. Одан кейін бізде мейоз
процесі бар. Бұл бізде жасушалардың бөліну әдісі. Нәтижесінде бастапқы диплоидты жасушалардан хромосома саны 2 есеге азайған гаплоидты жасушалар пайда болады. Бұл процесс жыныс жасушалары гаметалардың түзілуіне алып келеді. Яғни гаметалар, мысалы, сперматозоидтар мен жұмыртқа жасушалары миоз арқылы түзіледі. Сондықтан миозды жиі редукциялық бөліну деп атайды. Себебі редукция дегеніміз азаю немесе қысқару үдерісі. Жалпы миоздың нәтижесінде хромосома саны азаяды және жасушаның диплоидты күйден гаплоидты күйге өтетін бөліну әдісі. Миоз арқылы дара хромосома жиынтығы бар жасушалар гаметалар түзіледі. Бұл гаплоидты жасушалардың көбінесе гаметалардың түзілу әдісі болып табылады. Бастапқы жасуша 1-ден 4 жасушаға бөлінбейді, 2 бөліну қатар жүреді. Яғни бірінші миоз кезеңі болады және екінші миоз кезеңі болады. Бірінші миоз кезеңіндегі фазалар бірінші профаза, бірінші метафаза деген сияқты, ал екінші миозда дәл солай тек екінші профаза, екінші метафаза деп аталады. Интерфаза кезінде бірінші және екінші бөліну арасында ДНК репликациясы жүрмейді, хромосомалар 2 еселенбейді. Адамның жасуша ядросында 46 хромосома болады, ол диплоидты жиынтық болып табылады. Миоздың алдындағы интерфазада репликация жүреді де жасушада 92 хроматида түзіледі. ДНК молекуласы 92, бірақ хромосомалар бұрынғыша 46. Себебі әрбір хромосома 2 ДНК молекуласының хроматидалардан тұрады. Және де бұл миоз-митоз кезеңдерінде конъюгация, кроссинговер деген терминдер бар. Конъюгация дегеніміз бұл гомологты хромосомалардың жақындау және өрілу үдерісі болып табылады. Конъюгация кезінде көптеген гомологты хромосомалар арасында кроссинговер жүреді. Бұл кроссинговер деп аталатын процесс гомологты хромосомалардың бөліктерінің алмасуы болып табылады. Бұлар өте маңызды үдерістер, оларсыз жыныс жасушалары түзілмейді. Жалпы миоздың осы биологиядағы маңызды алатын рөлі бастапқы жасушамен салыстырғанда еншілес жасушаларда хромосомалар санының азаюы көбінесе миоз арқылы гаметалардың қалыптасуы болып табылады.